Мына көріп тұрған суреттеріңіз, көрнекті әсемделген пейзаждар, су астындағы бейнелер, абстракт стиліндегі ғимараттар, тұманды болашақ көріністерінің барлығы мұнда жасалған. Майнкрафт деп аталатын видео ойында. Мұндағы өнер туындылары дизайнерлік коллективтердің көркем еңбегі. Бүгінде 100 миллионнан астам көшірмесі сатылып үлгерген Майнкрафт жай ғана ойын емес. Оның үстіне бұл өнерлі адамдардың басын қосатын ортаға айналды, және кейбірі осыдан табыс табады. Майнкрафт еркін виртуалды орта болса да, бұл ортада өз бизнесін құру дәл шын өмірдегі секілді. Оңай емес. Сонымен виртуалды орта деген біз бала кезден армандаған зат емес, бірақ мен кішкентайынан Легоны қатты ұнаттым. Және кейіннен Майнкрафтты алғаш ойнағанда, ондағы ойынның кәдімгі режимі көп қызықтырмады. Дүниелерді жасайтын, құрастыратын режимге ауыстым. Лондондық Джеймс Делани Blockworks деп аталатын коллективті компанияның меңгерушілерінің бірі. Ол бізге Майнкрафттың қалай жұмыс істейтіні туралы айтып берді. Ойыншылар екі режимнің бірін таңдайды. Біріншісі атыс, шабыс режимі. Ол өзге көптеген ойындарға ұқсайды. Түнгі уақыттарда қорқынышты өрмекшілермен, зомбилармен соғысып тірі қалу керек. Екінші режим креатив деп аталады. Бұл таза суретші альбомы секілді. Ойыншылар өздері қалаған дүниені сала алады. Бұл шынымен де Легоны еске түсіреді. Виртуалды әлемде әртүрлі блоктарды орналастыру арқылы ойындағыны құрастырасың. Сан қырлы зат жасауға болады. Майнкрафттың дамуымен қатар, оның ішінде жаңа кәсіпкерлер де пайда болды. Ойынды онлайн режимде ойнау үшін көптеген серверлердің біріне қосыламыз. Алғашында бұл серверлар Майнкрафттың авторлары Mojang компаниясының иелігінде болмады. Сол үшін әртүрлі сервер авторлары ойыншыларды тарту үшін өз әлемдерін қызықты етуге тырысты. Сондықтан әртүрлі карталар, қызықты жерлер қосты. Осыдан жаңа кәсіп өз бастамасын тапты. Көптеген жаңа компаниялар құрылып, Майнкрафтта әртүрлі дүниелер сала бастады. Дәл ойыншылар секілді, компаниялар да жердің әр бөлігінен құрылды. Біздегі екінші директор Шон Дэвидсон Канададағы бөлімді басқарады. Жалпы әлемнің 20 елінен 62 адам жұмыс істейді. Дәл карантиндегідей, әрдайым қашықтықтан жұмыс жасаймыз. Офисіміз жоқ. Бұлардың компаниясы Blockworks ең алғашында серверлерді дизайндаудан бастаған. Өнерлері ерекше болғандықтан компания дамуын жалғастырды. Сөйтіп, аса шеберлікпен жасалған жұмыстары өз әсемдігімен ойыншыларды қызықтырды. Ұнатқандары жұмыстарды өз гаджеттеріне жазып та ала алды. Ғимараттар мен мүсіндерден бөлек толық карталарды, жер беттерін, аспанды да дизайндай алды. Мысалы, соңғы уақытта біз тек қана алып музыкалық инструменттерден тұратын қаланың дизайнын жасап жатырмыз. Олардың шынайылығы да ұмытылмайды. Майнкрафттың өсуімен бірге, әлемнің үлкен компаниялары өз тауарларын Майнкрафтта жарнамалауды ойластырды. Blockworks өз әлемдерінде Земля будущего, Бэтмен против Супермена секілді кинолардың жарнамаларын жасады. Тіпті Бэтмобильді де жасады. Алайда жарнамаларды виртуалды әлемде жасау жаңа ұғым емес. Бұл Chex Quest деп аталатын ойын 1996 жылы CD дискілермен сатылған. Бұл өз кезегінде өте қатыгез ойындардың бірі саналатын. Ойынды Doom деп аталатын компания программалаған. Алайда, Chex деп аталатын өзге компания бұл ойынның ішінде өз жарнамаларын орналастырды. Сонымен қатар виртуалды жарнамалар Second Life ойынында да кездеседі. 2000 жылдардан бері бұнда Reebok, American Apparel компаниялары виртуалды дүкендерін орналастырып, біраз табыс тапқан. Бірақ Second Life өз әйгілігін жоғалтқанда, бұл жарнамалар да тоқтады. Бірақ Майнкрафттың жағдайында мүмкіндіктер де тәуекелде өте үлкен. 2016 жылдың мамыр айында Майнкрафттың иелері Mojang компаниясы ойындағы жарнамаларға тыйым салды. Олардың түсіндірмесі бойынша, бұл нәрсе мүлде қызық емес және дұрыс емес. Сонымен қатар, Майнкрафттың ішіндегі ақша айналымын меңгергісі келді.
Алайда, Blockworks компаниясы бұдан зардап шекпеді. Minecraft оларды әлі де керемет мүсіндерді салуға көмек сұрайды. Мәселен, әлемнің 7 кереметін. Бұл компания өзгелері тоқырауға ұшырағанда нарықта қала алды. Біздің жолымыз болды. Өзге командалар мен компаниялар банкрот болып жабылып жатты. Оның үстіне шынымен де Minecraft'ты да түсінуге болады. Ақша айналымын тізгіндеуі қажет болды. Джеймстің қарамағындағы ұжымдар бізге маңызды болып көрінбеуі мүмкін. Алайда сол секілді компаниялар әртүрлі өнер туындыларын жасап, тарихи жобаларға да атсалысады. Біз Лондон музейімен бірге жұмыс істедік. Олардың сұрауы бойынша 1666 жылғы Лондонда болған ұлы өртті Майнкрафтта қайталадық. Бұл жағдай мынандай сабақ береді. Бизнесіңді басқа біреудің үйінде құрма. Құрсаң, тәуекелдің бағасы туралы ойлан. Себебі үй кез келген уақытта жабылуы мүмкін. Және сол уақытта тірі қалуың екіталай. We put links to all the maps we used in this video in the description, so there's a lot to explore and have fun with. Now I'm gonna put this gold block on the ground. Okay,